Қайырлы күн достар! Видеоны соңына дейін қарап каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Пайғамбарлардың жіберілуіндегі даналық. Бірінші, пайғамбарларды Аллах тағала адамдарды шынайы ғибадатқа лайықты жаратушысымен таныстырып, ешқандай серігі жоқ жалғыз Аллахқа құлшылық етуге шақыру үшін жіберді. Екінші, оларға адамзатты жәннатпен сүйіншілеп, тозақтан сақтандыру іспетті асыл міндеттер жүктелді. Үшінші, оларды адамдарға дұрыс құлшылық пен жақсы мінез құлыққа өнеге болу үшін жіберді. Пайғамбарлардың міндеттері: адамдарды дұрыс наныммен бүкіл әлемдердің Раббысына шынайы ғибадат етуге шақырумен қоса, Аллах елшілерінің қоғамдық, саяси және экономикалық міндеттері де болды. Мысалы, Мұса алейхиссалам Фирғауынның жауыздығы мен оның Исраил ұрпақтарына көрсеткен зұлымдығымен күресті. Лут алейхиссалам қоғамдық әлеуметтік азғындықпен күресті. Шуғайб алейхиссалам қоғамдағы экономикалық ауытқуларды шешті. Сондай-ақ барлық пайғамбарлар да дін және сенім мәселесінен тыс қоғамдық өмірдің түйткілдеріне араласты. Бұларды жүйелеп бір ізгі түсіру де пайғамбарлардың міндеттеріне кірді. Елші мен пайғамбардың айырмашылығы: әрбір елші пайғамбар, ал әрбір пайғамбар елші емес. Елшіге жаңа шариғат уахи етіліп, соны халыққа жеткізу тапсырылған, ал пайғамбар болса өзінен алдыңғы елшінің шариғатын жалғастырушы. Елшінің дәрежесі пайғамбардың дәрежесінен артық болып табылады. Елші араб тілінде расул, ал пайғамбарды нәби деп атайды. Елші мен пайғамбарға ортақ міндет Аллахтың шариғатын халыққа жеткізу. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.